Ассалаумағалейкум қазақ елі. GG студияның кезекті қонағы цифрлық даму министрлігіне қарасты комитет басшысы Ғизат Байтұрсынов. Нақтырақ бүгін жасанды интеллект мәселесін талқыға саламыз. Жасанды интеллект туралы жалпы заң ең алдымен қай салалардың дамуына ықпал етеді деп ойлайсыз, Ғизат мырза? Сұрағыңызға рахмет, шақырғаныңызға рахмет, қонақ ретінде. Енді бұл заң жобасы тек қана бір немесе екі жаңағы бағыттардың дамуына ықпал етпейді. Толығымен бүкіл бағыттардың кешенді түрде дамуына мысалы қандай салалар ықпал етеді деген үміттеміз. Жаңа түсіндіріп өтейін. Мысалға, біздің осы заң жобасы аясында біздің ұлттық платформа, жасанды интеллект платформасы туралы нормалар бар. Бұл платформаның негізгі міндеті, мысалға кез келген, жаңа өзіңіз білесіз, кез келген жасанды интеллект саласындағы продуктыны дайындау үшін ең бірінші керекті екі зат. Біріншісі ол бізге деректердің қажеттігі. Екіншіден ол есептеу қуаттары дейді ғой. Есептеу қуаттардың болуы және олардың күшіне байланысты деуге болады. Енді бұл жерде біз жүргізіп жатқан платформамыз ол осы бизнес өкілдеріне, мысалға стартаптарға, немесе мемлекеттік органдарға, квазигоссектордегі компанияларға барлығына осы деректер алуға мүмкіндік береді. Ол айтып айтқанымыз, мысалға осы платформада деректер әртүрлі бағыттар бойынша жиналатын болады. Және де осы бизнес өкілдері сол деректерге қол жеткізуге мүмкіндік алады. Және де біз қазіргі уақытта есептеу қуаттарын Қазақстанға алып келу бойынша тағы да жұмыстар жүргізіп жатырық. Және сол есептеу қуаттары да біздің осы ұлттық платформа, жасанды интеллект платформасы арқылы бизнес өкілдеріне, университеттерге барлығына берілетін болады. Оның үстіне қазір күн санап жасанды интеллектсіз өміріміз мүмкін болмай бара жатыр. Бірақ енді осы тұста қараңыз, президент те айтты өзі 4-ші құрылтайда Бурабайда өткен, жалпы жасанды интеллектсіз енді қазіргі таңда өмірді елестету мүмкін емес. Ол дұрыс, бірақ таяқтың екі ұшы бар. Бізде енді жеке дерек деген мәселе, енді былай жасанды интеллект былай тұрсын, қарапайым микроқаржылық орталықтарының өзінен біздің көптеген деректер тарап кеткен жағдайларды білеміз. Осы тұста арбаны да сындырмай, өгізді өлтірмейтін шешім қабылдау үшін. Яғни Қазақстан азаматтарының жеке деректері қалай қорғалған осы тұста? Дамытып жатырмыз бірақ. Енді бұл жерде жасанды интеллект технологиясы кез келген осы IT саласына технологиялардың бірі болып есептеледі ғой. Бұл жеке деректер бойынша арнайы заң бар. Біздің жасанды интеллектке байланысты жеке деректер сол заңмен аясында реттелетін болады. Ол дегеніміз, мысалға, жеке деректері де өз екіге бөлінеді. Ашық деректер бар және жабық деректер бар. Ашыққа қайсы жатады? Ашық деректерге мысалға келетін болса, мен мемлекеттік қызметкермін. Менің деректерім мысалға ашық форматта бар. Ол ашық деректер болып саналады. Мен өз рұқсатымды бергенмін сояққа салуға. Сол сияқты тағы жабық форматтағы ол өзінің иесінің рұқсатынсыз салынған деректер болсын. Жеке сәйкестендіру нөмірі, аты жөні, мүлкі деген сияқты. Мүлкі деген сияқты. Енді бұл жерге жасанды интеллектке келетін болсақ, мынау ашық деректерге ешқандай не жоқ, шектеу проблема жоқ. Ал жабық деректерге келетін болсақ, жабық деректерді қолдану үшін міндетті түрде сол деректің иесінен рұқсат алу керек. Енді елімізде әлем-ай озық технологиялар орталығы құрылғанын білеміз, естіп жатырмыз. Бұл орталықта қазір қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Әлем-ай орталығы қазіргі уақытта құрылып жатыр. Біз осы жылдың аясында сол центрді іске қосамыз деген үміттеміз. Қазіргі уақытта құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің министрлік ретінде осы жобадағы жауап беретін затымыздың бірі, ол мазмұнына жауап береміз сол центрдің. Ол дегеніміз, центрдің аясында біз білім беру программаларын запускать ету, іске қосу ойымызда бар. Одан бөлек студенттерге
бөлек, мынау оқушыларға бөлек, одан бөлек мынау мемлекеттік қызметкерлерге арнайы оқу бағдарламаларын қазір запускать етіп жатыр. Одан бөлек біз R&D лабораториялар дейміз ғой, осы жасанды интеллект саласындағы сондай лабораторияларды осы әлемдегі мықты компаниялармен бірге ашу ойымызда бар. Қазір ол бағытта жұмыс жүргізіп жатыр. Енді менің ойымша бұл орталық осы жасанды интеллектіні дамытуға үлкен үлес қосатын үлкен. Сонымен қазір айтар болсақ, бізде білім саласы дейікші, жасанды интеллект көп қолданылып жатқан, өнеркәсіп саласы, тағы қандай? Мысалы медицина тек қана Қазақстанда емес, медицина саласында мысалға бүкіл әлемде өте қатты дамып жатыр. Мысалға біздің өзімізде Қазақстанның ішінде 3-4 стартап бар. Ол стартаптар қазір уақытта өте үлкен мықты нәтижелер көрсетіп жатыр. Олар тек қана Қазақстанның төңірегінде ғана емес, қазір уақытта уже басқа біздің шетелдік мемлекеттерге өзінің жаңа несін, продуктысын орнатып, сатып, экспортқа шығарып жатыр. Ойыңызды ұқтым. Бізде енді қазір фейк ақпарат осы жасанды интеллектпен таралып жатыр ғой, білмейміз ғой. Осы дүниелердің барлығын болдырмау үшін қандай жаза қолдануымыз керек сіздің ойыңызша? Біздің жаза қаншалықты жеңіл немесе лайықты, және осындай дүниелерді болдырмау үшін не істеуіміз керек? Енді біздің заң аясында әкімшілік айыппұл көзделген. Оның мөлшері қанша? Оның мөлшері бизнеске байланысты. Егер кішігірім бизнес болса 30 МРП дейді ғой, 30 МРП, егер үлкен бизнес болса 50 МРП, егер қайталанатын болса, онда 30-дан өседі. Ең төменгі меже бұл, яғни 30 айлық есептік көрсеткіш. Айлық есептік көрсеткіш. Енді бұл мысалға біздің заң жобасында қазір уақытта не деген маркировка деген контент бар. Таңбалау. Ол дегеніміз, мысалға мен өзім қандай да бір видеоны тарататын болсам, осы искусственный жасанды интеллект қолданып отырылып шығарылған продуктыны тарататын болсам, мен міндетті түрде таңбалауым керек. Оны айтуым керек, мынау жасанды интеллекттің көмегімен пайда болған видео. Сөйтіп ескертуім қарайды. Егер ескертпеген жағдайда маған айыппұл салынады, жаңа мен айтып өткендей. Одан бөлек кез келген компаниялар өздерінің управление рисками дейді. Тәуекелдерді басқару бойынша жұмыс жүргізу қажет. Олар тәуекелдерген жұмыс жүргізілмей бір үлкен бір қатерге туғызатын болса, онда ол жағдайда да осы жасанды интеллект продуктысын жасаған адам жаңағы жауапкершілікті қамшылайды. Осыны жаңа өзіңіз айтып отқан ірі компаниялар қаншалықты түсінеді, жауапкершілікті қаншалықты сезінеді? Менің ойымша қазір уақытта бұл сала жаңа болғаннан кейін әлі ерте, бірақ қазір уақыттың өзінде қарап отырсаңыз, осы ірі компаниялардың барлығы осы бағытта жұмыс жүргізіп келе жатыр. Дұрыс, ереже бойынша. Жақсы. Ғизат Байтұрсын, жалпы енді мынадай мәселе, соңғы сауал болсыншы, депутаттар тарапынан қолдау тауып жатсыздар ма, әлде керісінше шикілік бар дей ме? Жоқ. Бүгін өзіңіз куә болғандай, бүгін депутаттардың барлығы қолдады заң жобасын. Бұл заң жобасы біздің ойымызша енді осы жасанды интеллект саласын дамытуға және де инвестиция тартуға ықпал ететін заңдардың бірі деп ойлаймыз. Өйткені кез келген инвестор бір елге кірер алдында ол бірінші түрде міндетті түрде қарайтыны ол жаңағы қандай заң жобалар қабылданғаны туралы. Өйткені ол қауіпсіздік береді, сенімдікті береді. Сол салада осы біз заң жобасы қабылданған дұрыс деп ойлаймыз. Біз заң жобасы шеңберінде айтады ғой, даму мен шектеудің екеуінің жаңағы орта есебін таптық деп ойлаймын. Жақсы.
Құрметті көрермен, жасанды интеллект туралы цифрлық даму министрлігіне қарасты комитет басшысы Ғизат Байтұрсыновпен сөйлестік. Көп рахмет. Рахмет.